Аса қадірменді ағайын, құрметті Үржар ауданының тұрғындары және ауылымыздың меймандары, барша халқымыз сіздерге деген үлкен өтінішім бар. Себебі жазғы маусым аяқталып, ұл-қыздарымыздың мектепке баратын уақыты да жақындады. Яғни Үржар ауылының көшелерінде біздің ұл-қыздарымыз мектепке бару жүрістері көбейеді. Соған орай, құрметті жүргізушілер, ұл-қыздарымыздың амандығы үшін сіздер өздеріңіз тақымдаған тұлпарларыңызға абай болуларыңызды өтінемін. Яғни жол көлік техникалық барлық талаптарды сақтап, жол ережелерін мұқият орындап, көліктеріңізді өте дұрыс жүргізулеріңізді сұраймын. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, кейінгі елімізде жол көлік оқиғалары жиі орын алуда. Қадірменді жерлестер, сапарға шығар кезде сіздердің жанұяларыңыз, отбасыларыңыз, ағайын туыстарыңызбен ет жақындарыңыз күтіп отырғандығын ұмытпағайсыздар. Біз енді әрбіріміз осы елдің азаматы ретінде қашанда өзіміз тақымдаған тұлпарлардың тізгініне ие болып, жол көлікке қатысты барлық талаптарды сақтап, мұқият орындауға тиістіміз. Ардақты ағайындар, құрметті жерлестер, құрметті үржарлықтар және біздің ауданымыздың меймандары, біз енді сақтансаң Құдай сақтайды деген қазақтың қанатты сөзін негізге алайық. Немесе бабаларымыз жол мұрату жету деген, десе де сол мұратқа асықпай жеткеніміз абзал. Барлықтарыңыздан өтінерім, біз осынау жаңағы барлық жол ережесін, барлық заңын сақтап, елімізді де, жерімізді де, халқымызды, ұрпағымызды аман сақтайық, ардақты ағайындар.